Білімнің қашар бұлағын жесін құйып санама бізге керек. Мұғалім, ұстаз ақылым данада. Қыр-сырын біліп заманның, ұлылығын айтып бабамның, өнерге өріс беретін ұстазым менің ұстазым, ақыл кені адамның. Сағыныш сазы толқытқан арнайы сөздің мәйегін, шәкіртке білім берілген танытар ғылым әлемін, сүйікті біздің мұғалім. Көзге ыстық көрінер, оқулығы партасы, оқу қызық болғаны, мұғалімнің арқасы. Ақыл білім көп бердің, анамдайсың мектебім, білім тәрбие үйреткен ұстаздарым өздерің. Сенде өсіп көктедім, сенсің өмірім көктемім. Ұстаздар жақсылықтың жолашары, қолында шәкіртіңнің балашағы. Ұстаздар жақсылықтың жолашары, қолында шәкіртіңнің балашағы. Өмірді алға қарай өрнететін, сендер де қазағымның болашағы. Бағанадан бері біз бір-бір жұмақ тақпаққа арнап жатырмыз ұстаздарымызға. Сен неге үндемей тұрсың? Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз бар емес пе? Мен сабырлы, төзімді болуды, білімнің жарық жұлдызы ұстаздарымнан үйрендім. Мейірімді, Ұлағатты, ғазиз, Ақылды, лайықты, Іскер, Маман, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. жан-жақты білім бергендер үшін ұстаздарымызға айтар алғысымыз шексіз. Біз сіздер айтып жүрген сөздеріңізді ықыласпен тыңдаймыз. құрметті ұстаздар, ұлағатты жандар. Біз сіздер оқытып жүрген пәндерді ардақтаймыз. пән атауларына тізе салып, оқып үйреніп жүрміз. ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Гүлнұр, сен білесің бе, ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аямау, өзінің уақытын аямау деген екен ғұлама ағаларымыз. Дұрыс айтасың, алтын уақыттарын сарп қылып, ұстаздық еңбегін шыңдау барысында көмегін аямай, балаларды білім нәріне сусындатқан аяулы ұстаздарымыздың еңбегі зор. Сырлары мол әлі сыртқа шашпаған, шаршаса да осы жолдың бойында қандай жақсы шын бақытын тапсадам. Мектеп үйім, ұстаздарым, атанам, сенен өсіп, сенен ғана нәр алам, саяң ыстық, сен әуелі бәйтерек. Тамырлары сан тарапқа тараған дей келе, шәкірттерінің еркелігінен туындаған мерекелік асық-қалжаңға кезең келіп тұр. Мектепшілік көңілді тапқырлар клубының балалары өнерін тамашалаңыздар. Не болды, істеушілер мұның? Дайындықтарың жоқ. Дайындалдық. Көрсетіңдер дайындықтарын. Қара.
Құрметті ұстаздар, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Only you can make all this world seem right. Hi. Good morning, teacher. Good morning, children. О, Ерасыл, ағылшынша құтты болсын. Ағылшынша мұқты ғой деме сен? Yes. Онда мен сені тексеріп көрейін. Ананың ағылшыншасы? Mother. Әкенікі? Father. Ағаныкі? Ағазы. Жылқының шекмайы? Қазы. Ана үйде домалақ тұрады ғой, ішіне алмалар салатын. Вазы. Ана есік ана шақсақ есік ана дәу болып тұрады ғой. Тау. Осмасы алшы? Не айттырсыз де бүкіл мұғалімдердің өзінше? Үй тәрбие көрмегеніңіз, оңбағаныңыз. Thank you, бізде сөйлейміз ағылшынша. Бауырым, мен саған басында айттым ғой осы өлімі аңғамай. Менің басқа өнерлерім толып жатыр. Басқа өнерің толып жатыр? Қандай өнерің бар асылшын? Бокс. Мүмкін фокус шығар? Мүмкін фокус шығар. Көрсетсің фокусын. Сахнаны босатсын ба? Құрметті ұстаздар, осы мереке жылына бір-ақ рет келеді. Сондықтан да мерекені естен шықпайтынына қылдырып қарсы алу керек. Сүйген жүрек. Кетте ұят болды, ер боламыз. Ержан, не істеп ербас емес, кеш Келдейіз оға. Блатной мектеп өте жұртқырған адамдардың мектебі. Тамашалаймыз. Ассалаумағалейкум оқушылар. Отыра беріңдер. Бүгін тарих сабағы ақор туралы айтсашы. Короче, қазақ хандығы қалай құрылады, қалай құрғанда былай құрылады ғой. И бір қазақ көшеге кетпай ма? Біреумен екі тірес қалады, қараса жоңғар. Екеуі сөзге келіспей қалады, екеуі талпаларын жинайды. Талпа не шешеді? Жекпе-жекке шығады ғой. Біз жақтан Абылай шығады, ана жақтан Қалдан Серен шығады ғой. Екеуі парта-парт төбелеседі. Абылай алып тастайды ғой, сөйтіп қазақ хандығы құрылады. Барда жетпейсіз. Қайталап айтты, тұр орнан сағай. Кәдімгідей қайталап айтты. Болмасына қошқыған курсын қайталап алса. Біреудің айтқан қайталамайды екен, мен атақ бауырым бар ғой, қайталап алайық деп па. Кәдімгідей қайталап алайықта не болсаған бол. Қайталап алайық деп па, кәдімгідей қайталап. Мектепте болған қысымнан жүлделі орын алмай қалған қыз. Ана жыламаш болды. Айтшы, анағы өнер ма? Айтшы, анағы өнер емес қой. Не істеді өнерге? Әдемі қазақшада билеп берді ғой. Сен не істедің әдеге? Мен күрестім. Ол ұрыватыр, болмады ғой. Айтшы, анағы көйлек па? Менікі көйлек, мен оны 2 апта бойы тіктім, ана көйлек емес қой. Қандай көйлек ол? Ол әдемі қазақша өрнектері бар ғой. Мен көйлегім ба? Мен пакеттен. Мен оны 2 апта бойы тіктім. Болды, мен де шыдамаймын. Айдана болды, ренжімеші. Не болды? Мойнай сал керек қой енді. Ой, ренжімеші енді, не болды? Кетем дедім ба, кетсеші енді? Ес қайда? Анда ес. Қаламыздағы үздік мектепте болған жағдай. Саламатсыздар оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы ақшаны қалай табуға болады. Кешіріңіз, сізді бола ма? Әрине. Не жағдаймен келіп тұрсыз? Осы мектепті барлығы мақтайды, іші толған жеңілдіктер дейді, керемет дейді. Я, сіз адаспай келдіңіз. Әлде адасып көрдіңіз бе? Қой берсін. Сол мен осы мектепке өз баламды берейін деп едім. Қандай жеңілдіктер ұсынады?
біздің мектепте жеңілдіктер өте көп. Мысалға, сіз өзіңіздің балаңызды біздің сыныпқа келсеңіз, ол ең алдымен соңғы партада отырады. Ал артынан 2 адам кіргізсе, онда біз оны бірінші партаға отырғызамыз. Мысалға, мен алғанда, мен осы мектепке алғаш келгенде, мен техничка болып кіргенмін. Екінші блоктың, екінші этаждың полы бәрін мен ответственность ұстағанмын. В общем, артынан 2 адам кіргіздім де, қазір тарих пәнінің мұғалімі болып жүр. Құдай қаласа, артынан 4 адам кіргізіп, директор болып кетсем болады. Ал енді, құрметті ұстаздар, көз алдыңызға елестетеміз. Егер де осы барлық сабақтардың арасында жылау сабағы болса, қалай болады? Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сәлеметсің. Ал енді үй тапсырмасы, Ерасыл орнынан тұр да жыла. Ағай қайталайыншы. Қалай қайталайыншы? Кеше үйде свет өшкен еді, сол қайталайын. Отыр 2. Айдос орнынан тұр да жыла. Айдос, жарайсың. Осы Айдостан барлығын үлгі алыңдар. Қалай мәнерлеп жылайтын не? Жақсы. Айдос, отыр, саған 5. Мақсат, орнынан тұр да жыла. Жыламаймын. Қара, ой, қара, жылай. Жыламаймын. Жылай, қара, жылай. Отыр, тұр. Мақсат болсын, жыласаң жап-жақсы боласың. Жыламай өзіңді өзің құртасың ғой. Не демей? Орнынан тұр да жыла. Қолыңдағы не анар? Әкел қолыңдағы. Немес бір қолдан түсін, әкел деймін қолыңдағы. Яз ғой. Ал енді, құрметті ұстаздар, осы ойынымыздың соңында барлығымыз ең алғаш жаттаған тақпағымыздан бітіргіміз келеді. Мектебім мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, қоңырауда кіресің, қоңырауда шығасың. Ал енді, құрметті ұстаздар, осы мерекеге арналған жай әзіл қойылым ғой, бұны негізінде барлық тәлім-тәрбиені сізден алдық. Сондықтан да сізге 1000 да бір алғыс айтамыз.